Сәлем. Бүгін мен сіздермен бір сөз туралы сөйлескім келіп тұр, яғни бір сөйлем туралы. Ол мен еріншекпін деген сөйлем. Мен еріншекпін. Бұл сөзді ешбір қиналыссыз айтатын адамдарға мен таңғаламын, өйткені мен еріншекпін деп айту, мен аурумын деп айтқанмен бірдей сияқты. Еріншектік ол проблема. Адамның өмір бойы күресетін ең басты проблемасы. Мен бұл жерде қазір мотивациялық сөздер айтпаймын. Сен еріншек болсаң, саған менің сөздерім көмектеспейді. Мен тек бұл ұғым туралы өз ойымды айтып кеткім келіп тұр. Бұның бәрін мен не үшін айтып жатырмын? Менің бір танысым бар. Ол маған үнемі мен танымал андай болғым келеді, танымал сондай болғым келеді дейтін. Сөз соңына бірақ мен еріншекпін дейді. Мен айтам оған, сен еріншек болсаң қалай өз арманыңа жетпекшісің, өзіңнің мақсатың туралы, арманың туралы айтасың, көп айтасың, бірақ оларды зерттеп көрдің бе? Ол үшін саған не істеу керек десем, көрдім, бірақ ол қиын, ананы істеу керек, мынаны істеу керек. Ең бастысы уақыт жоқ дейді. Білем, бірақ соны істемесең де бәрібір сол алтын уақытың кетпейді ме? Бүгін ешқандай іс-әрекет жасамай, ертеңгі күніңе сенімсіз болғанша, бір іс-әрекет жасап, мақсатыңа, арманыңа бір қадам жақындағаның дұрыс емес пе? Сен қалай танымал болмақшысың десем, ой, қайдан білесің, мүмкін мен әлемдегі ең танымал еріншек болатын шығармын деп күлген ол. Әлем еріншектерді жақсы көрмейді. Еріншектер әлем түгіл, өздерінің өмірін де өзгерте алмайды. Сол әңгімеден кейін 5 жыл уақыт өтті. 5 тым өзгеріссіз жылдар. Сол 5 жыл бұрын мен видео түсіріп білмейтін едім. Сол 5 жыл бұрын мен де еріншек болғам. Мен не істесем де менің санам маған ой таста, одан да сериал көр, немесе кино қара, болмаса достарымен қыдырықпайды дейтін. Манағы айтқандай, еріншектік ол ауру. Мен соны түсініп, емделем деп шештім. Өйткені менің арманым бар. Ал арман жолы оңай емес, оған дейінгі бірінші қадам сол еріншектіктен емделуден басталады. Егерде сен бір аурумен ауырып қалған болсаң, сен әлсіздік сезініп, мазасызданып, ештеңеге ынтаң болмай, сол мана бастапқы күйге қайтып оралғың келеді. Емделіп, тез жазылғың келеді. Өйткені емделсең, сен қайттан достарыңмен қыдыра аласың. Қайттан қалаған нәрсеңді жей аласың. Көңіл күйің көтеріледі. Солай ма? Сол ауруға дейінгі бастапқы күй, яғни сау күйің, сенің мақсатың айналады. Бұл жерде ең басты сөз мақсат. Мақсатың болса, сен іс-әрекет жасайсың. Ал енді бұл жерде сол аурудың еріншектіктен қатты айырмашылығы бар ма? Грипп болып ауырған жағдайда сен өзіңе қандай дәрі қабылдау керектігін білесің. Ал еріншектіктің емі неде? Мақсат, ал мақсаттың тіреушісі арман. Саған сұрақ қойыңшы, сенің арманың бар ма? Ал мақсатың ше? Осы екеуі сенің еріншектігіңнің емі. Еріншектік ол ауру. Емдел.